таңымыз кофеден емес, өтініш қабылдап, сол бойынша ауқымды жұмыс процесін жүргізуден басталады. Сіздің талаптарыңызды әрдайым жылдам орындау мүмкін бола бермейді, себебі бір ғана өтініштің артында үлкен команда тұр. Осыған дейінгі шығарылымдарда біз тұтас қызмет немесе білікті мамандарымыз жайлы баяндап келдік. Ал бүгін ерекше шығарылым. Ол тұрғындардан келетін өтініштер жайында болмақ. Я, шалыс естімедіңіз, бұл энерго отбасы және бүгінгі басты кейіпкер өтініш. Жаңадан өтініш түскен екен. Бір хабарлама түскеннен толыққанды процесс жүре бастайды. Цифрлық технология заманында да бір өтініш бірнеше маманның алдынан өтіп, жүйеленіп, содан кейін ғана шешім шығарылады. Ендеше сол жолды бірге жүріп өтейік. Үздіксіз электр қуатын беру мен тұтынушылар арасында жоғары білікті, асқан кәсіби және өз ісіне құштар команда бар. Әрбір өтініш әрекеттер тізбегін іске қосады және ол дәл осы жерден басталады. Сәлеметсіз, Инстаграмнан хабарласып едім, осы кетсе келсін деп айтты маған. Мен сізге қазір талон алуға көмектесем, кейін күту залында отырып, кезеңіз келгенде керекті маманға кіресіз. Түсінікті, рахмет сізге. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіздер құжат бойынша келіп едім. Договордың қолын толтыру керек еді. Документтерді дізімі сізде түгел ме? Иә, түгел бәрі. Қаз қарап жіберейік, тексеріп. Түгел екен. Қаз заявление берем, соны жазып беріңіз, Энергокеңседе келіп түскен өтінішті мамандарымыз тіркеп, тұтынушыға қажетті ақпаратты беріп, электр энергиясын қосуды рәсімдейді. Бұл мұқияттылықты, жауапкершілікті талап ететін күрделі жұмыс. Әр адам өз жағдайымен келеді. Сондықтан ең алдымен тыңдау маңызды. Біз әрқашан мұқият болуға, мәселенің мәнін түсініп, тұтынушыға не қажет екенін түсінуге тырысамыз. Кейде жай ғана тыңдау жеткілікті, кейде түсіндіріп, бағыт көрсетіп, шешім ұсыну қажет. Ең бастысы құрмет пен шын көңілмен көмектесуге деген ниет. Сонда ең күрделі диалогтың өзі өзара түсіністікке айналады, ал тұтынушы оны тыңдап, қолдағандарын сезініп кетеді. Талонды алып жүрсеңіз болады. 5 жұмыс күннен кейін сол жерде телефон номері берілген жұмыс. Соған звондайсыз, 1022 деген номерді сұрайсыз, және бізге звондаған кезде егер дайын десек, заявлениеңіз осы жерге келіп алып кетесіз. Рахмет сізге көп. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Келесі қадам электр энергиясының келісім шарт бөлімі. Шарттардың рәсімделуі міндетті түрде осы қызмет арқылы жүзеге асады. Магазин. Договорной отдел занимается оформлением договоров электроснабжения с потребителями Актюбинского региона. Договора у нас двух видов. Это договора для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд, и договора электроснабжения для государственных организаций. Основной пакет, необходимый для оформления договора, состоит из следующих документов. Это копия акта разграничения, копия технических условий, правоустанавливающий документ, свидетельство о регистрации юрлица, если данный потребитель является юридическим лицом, копия приказа на директора, также если этот данный потребитель является юридическим лицом. Если является данный потребитель физическим лицом, то необходимо предоставить копию удостоверения личности. К нему также прикладываются банковские реквизиты. Компаниядағы әрбір әрекет құжат арқылы іс қалдырады. Құжаттамамен қамтамасыз ету бөлімі осы бір күрделі процесті қадағалап, жүйелейтін маңызды қызмет. Ал біздің тұтынушының өтініш бойынша келесі қадамы осы жерде жалғасады. Бұл бөлім халықтан түскен өтініштерді қабылдап, одан бөлек басқа мекемелер жолдаған ресми хаттармен жұмыс жасайды. Ішкі құжат айналмасын электронды түрде қадағалап, жобалардың нақтылануымен жүйеге тіркелуі жүзеге асады. Күніне бізге 15-20 шақты тұтынушы келеді. Жұмыс көлемі көп, бірақ командадағы үйлесімділік пен міндеттердің нақты бөлінуінің арқасында бәріне үлгереміз. Ең бастысы құжаттардағы тәртіп пен әрбір жүгінуге мұқият қарау. Тұтынушы үшін оның мәселесі ең маңыздысы, және біз мұны жақсы түсінеміз. Абоненттік қызмет жеке тұлғаларға сапалық қызмет көрсетуші бөлім.
Бізге тұтынушылар облыс бойынша әртүрлі сұрақтармен хабарласады. Өз тарапымыздан, қолымыздан келген барлық көмекті беріп отырамыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Жеке деректермен өзгеріс енгізейін деп едім. Жеке куәлігіңізді беріңіз. Әр айдың 20-сы мен 30-ы аралығында тұтынушыларға электр энергиясы құрылысының көрсеткішін тапсыру ұсынылады. Бұл үшін сіз бақылаушыны күтпей, мекемеге келмей-ақ онлайн түрде көрсеткішті жіберіп, төлемді лезде жасай аласыз. Көрсеткіштерді Telegram қосымшасы арқылы жіберу ең тиімді шара. Ол үшін Telegram желісін ашып, іздеу бөліміне сбыт энергосистема бот атауын жазу арқылы табамыз. Кірген соң старт батырмасын басып, өзіңізге қажетті тілді таңдаңыз. Келесі кезекте қызмет алушы туралы ақпарат және жеке шот нөмірі енгізіледі. Жеке шот пәтер нөмірі немесе соңғы төлемді көрсету арқылы іске қосылады. Әр қарай 4 дөңгелекті батырманы басып, көрсетілетін қызметтер ішінен қажеттісін таңдау арқылы әр тұтынушы өзіне керекті ақпаратты ала алады. Есептеу құралының мерзімін тексеру, есептеулер тарихы, төлемдер тарихы, көрсеткіш жіберу, түбіртек алу сынды ақпаратты енді үйден шықпай-ақ онлайн алу қолжетімді. Энергосистема дегенде біз желілерді, трансформаторларды, қосалқы станцияларды елестетеміз. Бірақ одан да бөлек тағы бір маңызды қызмет мамандары бар. Инспекторлар заңды тұлғалар бойынша сауалдарға жауап беріп, сапалы қызмет көрсетуші әріптестеріміз. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Сізге сұрақпен келдім. Здание салып жатыр едім ғой. Отырыңыз. Сол здание салып жатқан қандай шаралар жасасам болады деген сұрақпен. Қандай мощность, қанша киловатт керек? 380 керек. 380 керек. Ол үшін сіз жаңа бүкіл правоустанавливающий документіңізді алып, қуатыңызды көрсетесіз, адресіңізді жазасыз, қанша киловатт керек екенін дәлелдейсіз. Потребитель обращается к нам для разъяснения требований технических условий на подключение, отключение электроэнергии, причины, порядок восстановления, переоформления договоров, заявки на проверку схемы учета. Мы всегда стараемся помочь решить вопросы потребителя. Зертхана дәлдік пен мұқияттылықты талап ететін маңызды орын. Мұнда кездейсоқтық жоқ, тек нақты деректер мен толық сенімділік. Әрбір есептегіш құрал зертханалық тексеруден кейін ғана жұмыс істейді. Контролерлар есептеуіш құралдарын шешіп, оларға акт толтырып тұтынушының қолына береді. Бұл есептеуіш құралдардың түріне байланысты 6 немесе 8 жыл арасында бұндай тексеріс жұмыстары жүргізіледі. Тұтынушы қолындағы есептеуіш құралын біздің зертханаға алып келеді. Біздер оларға сыртқы тексерісін жүргізу арқылы акт сараптамасын толтырамыз. Келіп түскен өтініш барысында тағы бір маңызды рөл атқаратын ауқымды қызмет бар. Дәл қазір орталық диспетчерлік бөлім қаланың түкпір-түкпірінен келіп жатқан қоңырауларға жауап беруде. Ендеше жұмыс барысын бірге бақылайық. Да, Сулейменов. Допустили бригаду? Так, теперь направляемся. ПСЖ городок, ячейка 33, фидер ВОЗ. Приступим к осмотру, да. Приедете, выйдете на связь. Жоспарлы жұмыстар болған жағдайда барлығы бірінші согласование болады тұтынушылармен. Инструкция взаимоотношения бар біздің организациямен. Оларға 2 күн бұрын хабарланады. Осындай күні, мысалы 2 күннен кейін осындай линияда жұмыс жасалады, ағаш кесіледі, және де Instagram парақшасына, әлеуметтік желілеріне алдын ала хабарлама беріледі. Апаттық жағдайлар болса линияда, ол енді апатты жағдай айтып келмейді, мен қазір сөнемін деген сияқты. Оны біз тұтынушыдан білеміз. Осындай жерде, например, звондайды, біздің көшеде свет жоқ, осындай районда. Сол кезде біз бригада жүреміз. Өтініштердің басым бөлігі 109 ахуалдық орталығы айкөмек арқылы түседі. Мұнда электр энергиясына қатысты түрлі сипатта сұрақтар жолданады, көрсеткіш беру, электр энергиясын жүргізу, кабель желісін тарту, апаттық жағдайлар мен ақпарат алу. Өтініштер тек қала төңірегінде ғана емес, күллі Ақтөбе облысының барлық аудандарынан 15 электр желілері учаскелерді қоса алғанда түседі. Бұл өз кезегінде өте ауқымды жұмыс және жоғары жауапкершілікті талап етеді. Тұтынушылардан өтініш түскен кезде жауапты адамдарға немесе өздеріміз шығамыз. Объектке келген соң тиісті шараларды өткізіп, оны түсіріп, мамандарға жібереміз. Әдемі міне біздің линия
ертең графикке кіргізіп шара қолданамыз. Күнделікті біз әлеуметтік желілер арқылы көптеген өтініштер қабылдаймыз. 2023 жылы құрылған мекеменің ресми Instagram парақшасында бүгінде 11 000 оқырман бар. Оның қатарында түнгі 3-те де, таңғы 5-те де, кейде бейне хабарлама арқылы хабарласатындар да бар. Кейде мекемеге қатысы жоқ хаттар да келіп жатады. Алайда жүректі жылытар осындай хабарламаларды да аламыз. Біз үшін әрбір өтініш, әрбір хат маңызды. Бақылаймыз, оқимыз, ақпаратты мамандарға жібереміз, сіздерге жауап береміз. Себебі біз халық үшін қызмет жасаймыз. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Журналистер, редакторлар, жүргізушілер, операторлар мерекесі. Сондай-ақ, технология дамыған заманда мазмұнды сапалы контент жасап, ол ақпаратты тұтынатындарға да қатысты мереке. Ендеше, осы бір айрықша күнге қатысы бар барша жанды мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Сыртқы және ішкі коммуникациялар қызметі бұл мекеме мен тұтынушылар арасындағы медиа көпір. Көп жағдайда жұмыс кезінде қызметкерлер экраннан тыс қалады. Бірақ олардың жұмысының нәтижесі ақпараттық жарық көзі. Олар энергосистеманың дауысына жауапты команда. Материалды дайындаған сыртқы және ішкі коммуникациялар қызметі арнайы энерго отбасы үшін.